2012 жылдан бері қалыптасқан 1 миллиард 568 миллион теңге дебиторлық қарыз қалыптасқан. Кімдер қарыз? Ол жаңа кәсіпкерлік субъектілер. Айналым кезінде айналым схемасы арқылы алынған. Кезінде Қызыларда финансовая компания Қызыларда болған, одан кейін Алтын Қамба компаниясы болды, сол кезде қалыптасқан қарыздар. Қай жылы? Бұл жерде 2012-ден бастап, Нұрбек Машбекұлы. Негізінен көпшілігі қай жылдар қалыптасқан? 2012-15 жылдар аралығында. Бұл жерде қазір енді сот процестерде жүріп жатыр, СПК тарапынан. Сіздер сонда қаражатты бергенде кепілдіксіз бересіздер ме сонда? Банковский кепілдік болмаса заттай кепілдік қоймай ма сонда ол алып жатқан кәсіпкерлер? Ол аз ақша емес қой. Қазір бұған байланысты сот процедуралары жүргізілуде, Нұрбек Машбекұлы. Қаншасы қайтады соны? Сіздердің жоспарларыңыз бойынша қазір? Қазір нақты айту қиындау, Нұрбек Машбекұлы. 1,5 миллиардтың барлығына кепілдік бар ма? Кепілдік кезінде берілген болу керек, оның құжаттарын біз толық қарап үлгерген жоқпыз.